Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінен Алиэкспресс сайтынан келген кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс видео түсіруге арналған штативке қолданатын головка дейді. Яғни жаңа камераны штативке орнататын головка. King Joy деген фирманың шығарған осындай штативке арналған головкасы. Екі комплектісінде Қытай тілінде мынандай мануал қысқаша және сертификат дейді. Алдыңғы видеодан көрген шығарсыздар. Мінекей маған осы Gearbest интернет дүкенінен осындай бір штатив келген болатын. Осы трипод. Бұл триподтың бас жағында тек фотоаппаратқа арналған осындай головка. Яғни мынандай видео түсіретін болсақ, мінекей мынандай ұстағышы жоқ, ары бері қозғалтқанға кішкене ыңғайсыздау болады. Сол себептен осындай головка тапсырыс бердім. Бұл головканы мінекей мына штативтің орнына орнатсақ болады. Мінекей мына головкасын алып тастаймыз да. Осылай штативтің басына орнатамыз. Мінекей мынау ары бері қозғалтқанға өте ыңғайлы, мынандай плавно дейді, асықпай баппен қозғалатын осындай бір штатив. Ары бері мінекей былай камера қойып, мысалға түсіргенге өте ыңғайлы. Ал мына жерде тек қана бұлай ғана плавно жылжиды. Оңға солға деген сияқты бұлай жоғары төмен плавно қозғалту қиын, өйткені плавно қозғалуынан босататын болсақ, мына уже босап кетеді. Камерамыз плавно қозғалмай қалады. Бұл негізінен фотоаппаратқа арналған головка, ал мынау видеокамераға арналған головка. Сапасы жаман емес, мінекей барлығы плавно қозғалып тұр. Жоғары төмен, оңға солға деген сияқты. Мінекей мына жерде өзінің қатайтатын брандалары бар. Егер мұндай қатайтып қоятын болсақ, тұра алмай қалады мінекей. Мынау да сол сияқты. Егер мына брандасын бұрайтын болсақ, мінекей мынау да жоғары төмен қатып қалды, әрең бұралып жатыр. Және мынандай фиксатор бар. Осыны фиксатордың көмегімен егер баса салатын болсақ, өзі автоматты түрде артқа қарай қайтып кетеді екен. Мінекей қайтын до конца бүйтіп түбіне дейін бұраймыз, өзі көтеріледі. Көтеріп алдық. Содан мінекей өзіміз күштеп басатын болсақ, өзі автоматически артқа қайтады. Сосын ары қарай өзіміз қолмен қыса саламыз. Өте ыңғайлы. Және мұндағы ручкасы ұстайтын, ол да мінекей былай қатаяды. Мінекей достар, осындай бір жап-жақсы видео штативке арналған головка келді. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.